Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен жылжымайтын мүліктің бар жоғы туралы анықтаманы қалай аламыз, сол жөнінде видео түсіретін боламыз. Бірінші порталға кіріп egov.kz деп жазып, сол egovтың бас терезесіне өтеміз және электронды цифрлы қолтаңба арқылы порталға кіретін боламыз. Жоғарыдағы кіруді басу арқылы ECH-ны таңдаймыз. Сертификатымыз қай жерде тұр, соған кіріп парольді жазу арқылы порталға кіретін боламыз. Жоғарыда аты жөндеріңіз жазылып кіргенін көрсетеді. Және де жоғарыда сол жақтан тілдерді таңдауға болады. Өздеріңіздің ыңғайлы тілге біз қазақ тіліне қойдық. Және астына қарай түсіп, жылжымайтын мүлік дегенді басамыз. Және сатып алу, сату, жалдау бөлімінде қызметтер бар. Ол жылжымайтын мүліктің болу туралы ақпарат беру деген батырманы басқан кезде біз онлайн сұрауды басамыз. Онлайн сұрауымызды ашылуына бірнеше секунд кетеді. Бұл жерде біз өзімізге және баламызға аламыз. Яғни анықтаманы алу бірінші қадамы, екінші қадамы, үшінші қадамы бар. Өзі үш қадамнан тұрады. Өзіңізге немесе балаңызға деген бассаңыз, ЖС-ны басып, ары қарай өзіңізге деген сияқты қадамдарды жасайтын боласыз. Бірінші облысты таңдау, Шымкент қаласы бойынша, және қол қою және анықтама алу батырмасын басып, екінші қадамға өтеміз, яғни ECH арқылы қол қоямыз. Яғни біз жаңа порталға кірген кезде бірінші AUS дегенмен кірсек, енді екінші біз RSA деген ключпен кіретін боламыз. Парольді жазамыз. Подпись қоямыз. Және үшінші қадам бұл мәртебе, яғни анықтаманы сразу шығаратын болады. Қазақша және орысша осының үстін басу арқылы сіз көре аласыз мінекейіңіз, және де сызықшаны басу арқылы белгілі бір жерге сақтап ала аласыз. Мінекей осы қадамдардан тұрады. Менің каналыма жазылып қоюларыңызды сұранамын. Және де комментарийға келесі қандай тақырыпта видео контент шыққанын қалайсыздар, сол жөнінде комментарий жазып кетулеріңізге болады. Және де лайктарыңызды аямаңыздар. Сау болыңыздар.